Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді 3 қана құрамнан тұратын тіске басар әзірлейтін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл тіске басар өте дәмді, әрі жасалу өте оңай. Сонымен құрамы колбаса, сыр, лаваш және жұмыртқа болса жеткілікті. Достар, жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ең алдымен лавашты өз қалауыңызға қарай бірнеше бөліктерге бөліп алыңыздар. Мен дүкеннен алынған лавашты қолдандым. Негізі лавашты қолдан жасасаңыздар, менің осы каналымда лаваштың жасалу жолы бар. Одан кейін кез келген колбасаны осылай жіңішке етіп, дөңгелектеп кесіп аламыз. Келесі кезекте сырды да үккіштен өткізіп аламыз. Егер сыр болмаса, қызанақ, қияр қолдансаңыздар да болады орнына. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Енді бөлікке бөлінген лавашты алып, үстіне сыр мен колбасаны саламыз да, осылай видеода көрсетілгендей етіп бүктеп аламыз. Бүктеу өте оңай болады. Келесі лаваштарды да осылайынан видеода көрсетілгендей етіп жасап аламыз. Достар, бұл тіске басарды таңғы асқа немесе түстен кейін 5-тің шайына жасасаңыздар, жарты сағаттың ішінде дайын болады. Өте дәмді. Егер сыр, колбаса болмаған жағдайда ортасына ірімшік салсаңыздар да болады. Яғни творог салып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міне мен сыр мен колбаса жасадым. Менде сыр таусылып қалғаннан кейін үйде укроп пен көкпияз бар еді. Соны ұсақтап турадым да, сондай қылып та салма жасай салдым. Өте дәмді болып шықты. Керемет, екі түрлі салмамен де өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, достар. Ал лавашты жасаудың ең оңай жолы менің осы YouTube каналымда бар. Осы описанияға қазір лаваштың ссылкасын қойып кететін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне менің аскөкпен, көкпиязбен жасаған салмам осындай болды. Жасау өте оңай, дәмді болады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, мінекей дайын. Енді келесі кезекте біз майға екі жағын қуырып аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаны алып, осылай екі жағын аунатып аламыз да, аз ғана май құйып пісіріп алатын боламыз. Аз ғана қызарса жеткілікті. Осылай мен 3-еуден салдым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларды бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі рецептімді ең бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей осылай екі жағын кезектестіріп пісіріп алатын боламыз. Қызарған кезде ала берсеңіздер болады. Достар, мен осы рецепті түсіріп, жасап, дайын болуға 30 минут қана уақытым кетті. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және балаларға да, отбасы мүшелеріне де қатты ұнады. Достар, егер сіздерге салмасын ауыстырғыларыңыз келсе, мысалы кез келген салмамен жасай беруге болады. Асылған картоппен, немесе асылған сәбізбен, басқа да көкөністермен жасай берсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Достар, мінекей біздің дәмді, ерекше тіске басарларымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Менің каналыма өз қолдауыңызды білдіру үшін осы видеоға лайк басып, комментарийді жаудыртып қойсаңыздар, мен үшін өте үлкен қуаныш болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сонымен қатар менің каналымда бірнеше рецепттер бар. Қарап, көріп, өз бағаларыңызды берулеріңізді сұраймын. Егер рецепт ұнаса, кез келген смайлик қалдыруларыңызды сұраймын.